Қару-жарақ дүкендерін тонаған қарақшылар атылмайтын мылтықтарды алып кеткен. Алматының дәл ортасында орналасқан қару-жарақ дүкенін тонауға 1 сағаттай уақыт кетіпті. Қарақшылардың қалай әрекет еткені толықтай бейнебақылау камераларына жазылып қалған. Болат есікті бүлдіре алмаған ұрылар терезенің темір торларын машинамен жұлып алған. Ұрылар сөреде тұрған оқпаны жоқ, атылмайтын 20 шақты мылтықты алып қашса, кейінгі барымташылар дүкенді тұғын қалдырмай тонаған. Кәсіпкерге келген шығын көлемі 300 миллион теңгеден асады. Қазір дүкен аумағына кіру мүмкін емес. Полиция тергеуді толық аяқтағанша есікті ашуға да тыйым салынған. Өйткені бейнебақылау камераларына жазылған кадрларда қарақшылар қолғапсыз жүргені, яғни дүкендерде саусақ іздерін қалдырғаны анық көрінеді. По нарезному оружию однозначно это определяется. Значит, по гладкоствольному оружию чуть сложнее, но в принципе там тоже есть методики по определению следообразования, скажем так, выстрела. То есть там уже гильзы исследуются. У каждого оружия, у него, если так можно выразиться, уникальный почерк. Ни одно оружие не оставляет одинаковые следы. Дүкен иелерінің сөзінше, атуға дайын тұрған мылтықтар түпкі қоймада тұрғандықтан қарақшылардың оған қолы жетпеген. Алматыда барлығы 7 қару-жарақ дүкені тоналған. Қанша оқ пен мылтық тапаншаның қолды болғаны әлі белгісіз. Оружие было деактивировано. Это значит, что в стволы оружия были вставлены муляжи патронов, которые предотвращают быстрое завладение оружием и выстрелом из него. Также сняты затворы со всех стволов. Қару-жарақ дүкендері дабыл жүйесімен де жабдықталған. Дабыл іске қосылғанда қарулы күзетшілер дереу жетуі тиіс. Бірақ дүрбелең күндері бұл маңға күзетші тұрмақ, полициялар да жоламаған. Сондықтан дүкен иелері олардың қауіпсіздігін мемлекет бақылауына алғанын қалайды. Әмірболат Құсайын, Әсет Қондақбаев, Азаттық рухы.